Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өзбек халқының шурпа деп аталатын өте дәмді, пайдалы әрі жеңіл қайнатпалы сорпасын дайындаймын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қазанға салқын су құямыз. Содан соң етімізді саламыз. Менде мұнда сиырдың еті. Мен 2 қабырғасын және осындай кішкене ет салдым. Үстіне тағы да салқын суымызды құйып, бетін жауып қайнаған күтеміз. Сиырдың немесе қойдың етінен жасауға болады. Менде міне қайнай бастады. Енді көбігін аламыз. Көбігінің барлығын жақсылап алуымыз керек. Сорпамыз таза, мөлдір болғанша аламыз. Астындағы отты төмендетіп, ақырын отта 1 сағат қайнатамыз. Енді пиязымызды осылай жіңішке етіп турап аламыз. Мұнда менде 1 сағат қайнады. Енді турап дайындап қойған пиязымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да жарты сағат қайнатамыз. Осы кезде дәміне қарай тұзын, қара бұрышын саламыз. Бетін жауып, жарты сағат қайнатамыз. Енді сәбізімізді тураймыз. Бұл сорпаның ерекшелігі ішіндегі көкөністері ірі болып туралады. Осылай сәбізді мен сопақша етіп турап алдым, немесе дөңгелек етіп жуандап турап алуға болады. Пиязды салғаннан кейін жарты сағат қайнады. Енді сәбізімізді саламыз. Еттің қатты майлысын қолданудың қажеті жоқ, себебі сорпа өте майлы болып кетеді. Барлығын жақсылап араластырып, баяу отта 15 минут қайнатамыз. Енді картопты дәл солай етіп, ірілеу етіп турап аламыз. Содан соң, міне мен сәбізді салғаннан кейін, сәбізіміз 15 минуттай қайнады. Енді картопты саламыз. Сәбізіміз кішкене жұмсара бастаған. Картоп піскенше біздің сәбізімізде толығымен піседі. Баяу отта 15 минуттай қайнатамыз. Енді болгар бұрышында дәл солай етіп ірілеп турап аламыз. Етті алып, кішкене суытып тураймыз. Содан соң қайтадан біз сорпамызға салатын боламыз. Өз қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер, қара бұрыш, лавр жапырағын қосып жасасаңыз болады. Мен ешқандай дәмдеуішсіз осылай жасағанды ұнатамын. Турап дайындап қойған болгар бұрышын саламыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Болгар бұрышы тез піседі, езіп алмауымыз керек. 10 минуттай қайнатамыз. Болгар бұрышы сорпаға керемет дәм береді. Бетін жауып 10 минут қайнатамыз. Содан соң біз турап дайындап қойған етімізді саламыз. Осымен біздің өте дәмді, пайдалы сорпамыз дайын. Жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Бұл сорпаның жасалу жолы сан түрлі. Мен сіздерге өз жасалу жолымды ұсындым. Сорпаның бетіне өзіңіз ұнататын ас көктерді сепсеңіз болады. Мен көк пиязбен ұсындым. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, қазақша каналды қолдап, маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сондай-ақ төменге өз пікіріңізді жазуды да ұмытпаңыз. Сіздермен болған ұл мекен, астарыңыз дәмді болсын. Хош сау болыңыздар.